Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз тұрақты тіркестер. Тұрақты тіркес тіркескен сөздің бір түрі. Яғни тұрақты тіркестің басты белгілері мыналар. Сөздердің орны тұрақты, яғни орындары өзгеруге келмейді. Бір сөзді бір жерге басқа синоним қылдырып ауыстыруға болмайды. Басқа сөзбен ауыстыруға болмайды. Барлығы бір мағынаны білдіреді. Яғни тұрақты тіркес бірнеше сөзден құралып, барлығы бірақ мағынаны білдіреді екен. Мысал келтіріп кетейік. Тұрақты тіркестер. Ит өлген жер, алыс жерді айтады. Яғни ит, өлген жер деген үшеуі бірігіп, алыс жер екенін көрсетіп тұр. Яғни фразеологизмдер. Тұрақты тіркес, тайға таңба басқандай. Анық деген мағынада. Көз шырымын алу, ұйықтау деген мағынада. Қас пен көздің арасында, лезде деген сөзде. Төбе шашы түк тұрды, шошыды деген мағынада. Тонның ішкі бауындай, тату, тәтті деген мағынада. Күн тигізбей өсірген, мәпелеп өсірген баланы айтады. Яғни, көз шырымын алу, көз шырымын алу. Осы үш сөздің бірігіп, ұйықтау деген мағынаны білдіріп тұр. Біз мысалы қас пен көздің арасында, қас пен кірпіктің арасында деп өзгерте алмаймыз. Олай болмайды. Қас және көз, яғни лезде деген мағынаны білдіреді. Тұрақты тіркестер сіздерге түсінікті болған болса, менің YouTube каналыма тіркеліп, сабақтарымды тегін көрулеріңізді сұраймын.